Үздік педагог байқауы бұл қазақстандық ұстаздар үшін жылдың басты бәсекесі. Республикалық конкурс 2012 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы уақыт аралығында мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 600-ге жуық мұғалімі үздік педагог атағының иегері атанды. Мың айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі ақшалай сыйақымен. Үздік педагог атағы мұғалімдерге конкурстық негізде тағайындалады. Байқауға кемінде 5 жылдық үздіксіз ұстаздық еңбек өтілі бар. Білім беру ұйымдарының штаттағы педагогтері қатыса алады. Жыл өткен сайын байқаудың беделі артып келеді. Оның басты себептерінің бірі жүлде қоры. Жеңімпаздар атақ абыроймен қатар 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сыйақы алады. Ұстаздарға берілетін марапаттардың ең мықты рейтингтегі марапаттың бірі осы үздік педагог. Шыны керек, бұл марапат, бұл жеңіс менің арманым болатын, мақсатым болатын. 2 жыл бойы дайындалып, қатысып, орын алмай қалған уақыттарым болған. Жеңімпаз атанғанда шексіз риза болдым, үлкен қуанышта болдым. Биылғы мерейтойлы байқау цифрлы форматта өтті. Қатысушыларды тіркеуден бастап, республикалық кезеңнің қорытындысын шығаруға дейін толығымен цифрландырылды. Соның арқасында 5,5 мыңнан астам педагог байқауға қатысуға өтініш білдіріп, қатысушылар саны рекордтық көрсеткішке жетті. Байқаудың қорытынды кезеңіне республикалық конкурстық комиссия іріктеп алған 123 мұғалім қатысты. Санаулы сәттерден кейін көптен күткен үздік педагог 2022 байқауының жеңімпаздары анықталады.